Білім беру саласына Финляндия тәжірибесі енгізілді. Бұл оқушылардың төмен нәтижесін жоғарылатып, оқу сапасын арттырады, дейді сарапшы мамандар. Қазақстанның батыс аймағындағы ұстаздар шетелдік жүйенің қыр-сырын игеруді бастады. Осы семинарлар арқасында біз сіздерге және сіздердің әріптестеріңіз. Атырауда университет оқушылары Финляндия тәжірибесін үйреніп жатыр. Олар оқытудың белсенді әдістерін қолдану, бағалау критерийлерін құру және оны іске асыру сынды шетелдік білім берудің озық үлгісін игереді. Қазақстандықтарға бірегей жүйенің ерекшеліктерін түсіндіру мен дағдыларын қалыптастыру үшін Атырауға финляндиялық сарапшы маман арнайы келген. Hello, my name is Irmeli Lignell. I come from the Hamk University of Applied Sciences from Finland. Біздің мақсатымыз педагогтермен бірлесе отырып оқу бағдарламалары және силабустарды әзірлеу, осы күнгі жаңа құзыреттіліктерді енгізу, жаңа талаптарға сай жаңа силабустар құру. Біз үшін өте қызықты. Қазақстандық мұғалімдердің қолданатын тәсілдері жалпы біздің тараптарымыздан, Финляндия тарапынан қандай да бір кеңестер керек болатын болса, біз мұғалімдерге, ұстаздарға қолдау көрсетуге дайынбыз. Ғылым және жоғары білім министрлігі 2020 жылы финляндиялық оқу орындарымен бірлесіп 30-ға жуық жаңа білім беру бағдарламасын жасақтаған. Алғашқы кезеңде 17 жоғары оқу орнынан 102 педагог дайындықтан өткен. Биылғы тренингке 128 атыраулық оқытушы профессор офлайн, Ақтау, Орал, Ақтөбе қалаларынан 198 педагог онлайн түрде қатысып жатыр. Первый этап уже закончился. Мы изменили, поменяли, улучшили. Бұл тренинг инновациялық бағытта педагогтарға арналған. Бүгінгі таңда біз финляндиялық әріптестерімізбен және Назарбаев университетімен бірге 300-ге жуық педагогикалық білім бағдарламасына толықтырулар мен өзгертулер енгіздік. Қазіргі таңда екінші кезең ол осы жасалған бағдарламаларды жоғары оқу орындары педагог оқытушылар арасында сынақтан өткізуіміз керек. Сол арқылы ұстаздарда толықтырулар мен өзгертулер енгізіп, алдағы оқу жоспарына дайын болу керек. Шетелдік білім беру бағдарламасын қабылдамас бұрын отандық ғалымдар арнайы зерттеу жүргізген. Нәтижесінде мектеп оқушылары арасында мәтіндерді түсіне алмау, өз ойын еркін жеткізе алмайтын кемшіліктерді анықтаған. Бұдан бөлек қазақстандық жасөспірімдердің компьютерлік білімі де айтарлықтан төмен болған. Сондықтан бұл олқылықты жою үшін шетелдің озық тәжірибесі таңдалған. Неге финдік модель таңдалып алынды? Себебі соңғы жылдары білім сапасын тексеру кезінде әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізілді, әртүрлі тесттер бар, көпке мәлім PISA тесті бар, сондағы PIRLS деген бастауыш класстағы оқушылардың мәтінді оқу түсіну бойынша тесті, сондай-ақ ICILS деген 8 класс оқушыларының ақпараттық және компьютерлік білімін тексеру тесттері бар. Осы тесттерден біздің қазақстандық оқушылар төмендеу нәтиже көрсеткен. Және осыны саралай келе, жоғары білім және ғылым министрлігінің бастамасымен шетелдік біз тәжірибені алғымыз келді. Семинар бір аптаға жалғасады. Жобаны Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі мен Финляндиялық оқу орны бірлесе іске асырып отыр. Ақмарал Бейсенбаева, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.